Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода узорларды, екі түрлі узорды тоқып үйренеміз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей мына бірінші және екінші екі узор. Төменгі біріншіні қарасаңыз, екеуі екі түрлі. Бұлай қиғаштау келеді, әдемі көрінеді тоқылғанда. Жоғарыдағы екіншісі тікелей узор болып тұр. Қайсысы болса да тоқыған кезде әдемі болып көрінеді. Енді мына бірінші өрнекті тоқуды бастаймыз. Ол үшін мынау тор көзді көріп тұрсаңыздар, әрбір тор көзде ішіндегі мынау өрім жоғары жақтағы, сол өрімнің астында бір белдемше тұр тор көздің ішінде. Кішкене екі тағы да тор көз көрініп тұр. Соның төменгі жағындағы тор көзіне салып полустолбик жасаймыз. Неге тағы да бір рет қарап көріңіздер. Тор көзді ашсақ жайлап. Мінекей бір тор көздің ішінде екі кішкене тор көз тұр. Соның төменгі жағына крючокты саламыз, полустолбик жасаймыз. Сонда мына бірінші өрнегіміз тоқылады. Мына тор көздерді бүйтіп анықтап қарасаңыз, ортасында белдемшесі бар. Біреуі жоғарысында, біреуі төменде кішкене тор көз тұрады. Мінекей осындай әдемі узор шығады. Қиғаш узор. Мінекей мынадай болып. Енді екінші узорды тоқып көреміз. Екінші узорды өрнек тоқу үшін дәл жаңағы тор көзіміздің белдемшесінің жоғары жағынан полустолбик жасаймыз. Жаңа көргендегідей, міне тор көздің ішінде жоғары жағындағы кішкене тор көз тұр ғой. Сол тор көзден алып істейміз. Сонда өрнек тіке болып басқаша көрініс береді. Бір тор көздің ішіндегі жоғарғы тор көзге крючокты салып полустолбик жасаймыз. Екі өрнектің айырмашылығы осы кішкене тор көзді біріншісінде астынан алып отырамыз, екіншісінде жоғары жағындағы торға салып полустолбик жасаймыз. Мен бұл тәсілдермен көбінесе беретка тоқыдым. Екі өрнекпен де істегенде де әдемі көрінеді.